кәсіп майданында сан мәрте рет жараланып, құлаған сайын шыңдалып, әрдайым шайқасқа дайын болдым. Тұтынушыларыңызды бақылаңыз, сонда кәсібіңіз дамиды. Диқаншылықты кәсіп етіңдер, өйткені ол берекелі іс. Диқаншылықты қорғайтын сақшыларды көбейтіңдер. Ынта, талап және көңіл кәсіптің анасы. Ынтасыз, талаптанбай, көңілсіз атқарылған тірлік онама. Сондықтан халқымыз көңілсізден бала туылады деген. Білікті білім жинап, кәсіп етер, білімнің дәмін татып, өсіп өнер. Кәсіпті нәсіпке айналдыратын басты қағида қатты қалап, көңіл құлаған іспен айналысу. Мысалы, мен тек өзім айналысқым келетін іске барымды салдым, тынбай еңбек еттім. Өзіңе ұнаған кәсібіңмен шұғылдансаң, өз ұлтыңның туын көкке көтере алсаң, бақыт деген осы. Қарап отырма, бір нәрсеге жарап отыр. Кәсіп болмай, нәсіп болмас. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектілердің жолында жұмыс істеу керек. Өзгелер бас қосуымызға сенімсіз көзбен қарайтын болса, оларға көмекші өзімізден табылар. Ағашты кесетін балта, балтаның сабы ағаш. Соның мысалы басқаға нәрселерден де бар. Адал кәсіппен күн көре алмайтын, арам жемесе басы ауыратын иттер қай жерде болса да табылады. Айтпағанды айтты деп, етпегенді етті деп оттайтын хайуандар әсіресе біздің қазақта көп.